Сабақтың тақырыбы: қылмыстық құқық бұзушылықтың түсінігі, қылмыстық құқық бұзушылықтың құрамы. Тақырыптың өзектілігі: қылмыстық құқық бұзушылықтардың қоғамда орын алуы, заңдардың тиісті дәрежеде сақталмауы нәтижесінде және қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу жүзеге асырылмай қалуында болып табылады. Ең бастысы, адамдардың қоғамдық демократиялық негізіне деген сеніміне, заң мен әділдікке деген сеніміне, түптеп келгенде билікке деген сеніміне сызат түсіретіні негізгі өзектілігі болып табылады. Сабақтың мақсаты: қылмыстық құқық бұзушылық түсінігі мен құрамының теориялық негіздерін айқындау, белгілерін, негізгі элементтерін, ерекшеліктерін, субъективтік және объективтік белгілерін анықтауды, толық сипаттауды меңгерту. Тыңдаушылардың бойынан отанға деген патриоттық сезімін оятып, қылмыстық құқық бұзушылықтардан бойын алшақ ұстауға, мемлекетіміздің беделін жоғары көтеруге, оны мақтан тұтынуға, әділеттілікке, заңды құрметтеуге тәрбиелеу. Қылмыстық құқық бұзушылық құрамының түсінігін, белгілерін, элементтерін, механизмдерін дұрыс саралауды, теорияны және практиканы бірге жетілдіріп отыру болып табылады. Қолданылатын әдебиеттер: Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі және де Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне түсіндірме, сонымен қатар орыс және қазақ тілдеріндегі Баршашвили, Алауханов, Ағыбаев профессорларымыздың қылмыстық құқық жалпы және ерекше бөлімдері, оқулықтары осы қолданылатын әдебиеттер болып танылады. Қарастырылатын сұрақтар: Бірінші сұрақ: қылмыстық құқық бұзушылықтар ұғымы және оның түрлері. Екінші сұрақ: қылмыстық құқық бұзушылықтардың санаттары. Үшінші сұрақ: қылмыстық құқық бұзушылықтардың элементтері. Осындай үш сұраққа тоқталамыз. Бірінші сұраққа келетін болсақ, қылмыстық құқық бұзушылықтар дегеніміз Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 10-шы бабына сәйкес қылмыстық құқық бұзушылықтар қоғамға қауіптілік және жазалаушылық дәрежесіне байланысты екіге бөлінеді: қылмыстар және қылмыстық теріс қылықтар. Қылмыс деп бұл қылмыстық кодексте айыппұл салу, түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, бас бостандығын шектеу немесе бас бостандығынан айыру түріндегі жазалау қатерімен тыйым салынған, айыпты жасалған, қоғамға қауіпті іс-әрекет немесе әрекетсіздік болып табылады. Ал қылмыстық теріс қылық дегеніміз бұл қоғамға зор қауіп төндірмейтін, болмашы ғана зиян келтірген, адамның жеке басына, ұйымға, қоғамға, мемлекетке зиян келтіру қатерін туғызған, оны жасағаны үшін айыппұл салу, түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, қамаққа алу, шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге шығарып жіберу түріндегі жаза көзделген айыпты жасалған іс-әрекет немесе әрекетсіздік болып табылады. Қылмыстық құқық бұзушылықтың белгілері. Оның мынадай 4 белгісі бар: қоғамға қауіптілік, қылмыстық құқыққа қайшылық, кінәлілік, жазаланушылық. Осы аталған белгілердің жиынтығы болғанда ғана іс-әрекет қылмыстық құқық бұзушылықтар деп танылады. Енді осы белгілерге жеке-жеке тоқталатын болсақ, бірінші белгі қоғамға қауіптілігі. Қоғамға қауіптілік деп қылмыстық құқық бұзушылықтардың негізгі материалдық белгісі және қандай да бір әрекетті танудың негізі болып табылатын қоғамға қауіптілігі айтылады. Әрекеттің қоғамға қауіптілігі ең алдымен заң шығарушының қол сұғатын негізгі объектілері көрсету арқылы анықталады. Алайда қоғамға қауіптілік өзгермелі категория. Ол бірнеше жағдайларға, яғни іс-әрекетке немесе әрекетсіздікке, қылмыстың жасалу жағдайына, орнына, уақытына, тәсіліне, қылмыскердің жеке басының ерекшеліктеріне, қылмыстан келген зардаптың мөлшеріне, қылмыстық құқық бұзушылықтардың мақсаты мен мотивіне және тағы басқа жағдайларға байланысты болады. Сондықтан жасалған әрекеттің белгілері формальды болса да бар, бірақ елеулі маңызы болмағандықтан қоғамға қауіпті емес іс-әрекет қылмыс болып табылмайды. Келесі қылмыстық құқық бұзушылықтардың екінші белгісі бұл құқыққа қайшылық.
яғни белгілі бір әрекетпен қылмыстық норманы бұзу. Құқыққа қайшылық қылмыстық құқық бұзушылықтардың формальды белгісі. Қоғамға қауіпті іс-әрекет егер ол қылмыстық заңда тікелей қарастырылған болса ғана қылмыстық құқық бұзушылықтар болып табылады. Сондықтан әрекеттің қылмыстық құқық бұзушылықтар немесе қылмыстық құқық бұзушылықтар емес екендігін шешу кезінде заңның аналогиясы қолданылмайды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодекстің ерекше бөлігінің тиісті баптарында жекелеген қылмыстық құқық бұзушылықтардың құрамдары үшін жауаптылық қарастырылған. Сол қылмыстық құқық бұзушылықтардың нақты құрамдарына қарсы іс-әрекетті жасау қылмыстық құқыққа қайшылық деп танылады. Тиісінше, адамның қылмыстық заң тыйым салмаған іс-әрекеттерді жасауын қылмыстық құқық бұзушылықтар қатарына жатқызуға болмайды. Тек заң шығарушы ғана белгілі іс-әрекетті қылмыстық құқық бұзушылықтар қатарына жатқызуға мүмкіндік беретін оның мәнді белгілерін анықтайды. Сондықтан іс-әрекеттің қылмыстық құқыққа қайшылығын белгілеген тиісті заңның жарияланған уақыттан бастап ондай іс-әрекеттер қылмыс деп танылады. Келесі қылмыстық құқықтың үшінші белгісі кінәлілік. Адамның өзі жасаған әрекетіне немесе әрекетсіздігіне қатысты психикалық қатынасы болса, оның әрекеті кінәлі түрде жасалған деп танылады. Бұл психикалық қатынас қасақаналық немесе абайсыздық түрінде көрініс табады. Яғни белгілі бір әрекетті қылмыстық құқық бұзушылықтар деп тану үшін онда кінәнің орын алуы қажет. Белгілі бір психологиялық негізден айырылған нақты әрекет немесе әрекетсіздік қылмыс болып табылмайды. Мысалы, рефлекторлық қозғалыс, ессіз жағдайдағы іс-қимыл немесе гипноз, ұйқыдағы әрекеттер. Сонымен бірге сыртқы формальды белгілерді қылмыстық құқық бұзушылықтарды құрайтын тойтарылмайтын күш нәтижесінде немесе күштеп мәжбүрлеу кезінде адамның жасаған әрекеті де қылмыстық құқық бұзушылықтар қатарына жатпайды. Яғни кінәсіз қылмыстық құқық бұзушылықтар болса, ол жаза да жоқ немесе жауаптылық та туындамайды. Келесі төртінші белгіге тоқталатын болсақ, жазаланушылық белгісі. Жазаланушылық деп қылмыстық заң жазалау қатерімен қорқытып тыйым салған әрекетті немесе әрекетсіздікті жасау қылмыстық құқық бұзушылықтар болып саналады. Мұның өзі қылмыстық құқық бұзушылықтардың құрамы туралы сипаттама тек қылмыстық заңда ғана көрсетілген және осы іс-әрекет үшін қылмыстық заңның санкциясында жазалау қатері қарастырылғанын білдіреді. Мұндағы жазалау қатерімен тыйым салу қылмыстық құқық бұзушылықтардың жазаланушылық белгісі болып табылады. Екінші сұрақ бізде қылмыстық құқық бұзушылықтардың санаттары. Қоғамға қауіптілік сипаты мен дәрежесі бойынша қылмыстар онша ауыр емес қылмыстар, ауырлығы орташа қылмыстар, ауыр қылмыстар және аса ауыр қылмыстар болып төртке бөлінеді. Бұл біздің қылмыстық кодекстің 11-ші бабында көрсетілген. Мұндай санаттарға бөлу кінәнің нысаны мен бас бостандығынан айырудың жоғарғы мерзімі түріндегі санкция арқылы нақтыланады. Қылмыстық кодекстің 11-ші бабына сәйкес ауырлығы онша емес қылмыстарға мына қылмыстар жатады. Жасалғаны үшін қылмыстық кодексте көзделген ең ауыр жаза 2 жылға бас бостандығынан айырудан аспайтын қасақана жасалған әрекет. Мысалға, оған қылмыстық кодекстің 136-шы бабы баланы ауыстыру қылмысын жатқызуға болады. Сонымен қатар, жасалғаны үшін қылмыстық кодексте көзделген ең ауыр жаза 5 жылға бас бостандығынан айырудан аспайтын абайсызда жасалған әрекет. Болған қылмыстық кодекстің 104-ші бабы абайсызда қазаға ұшырату қылмысын жатқызуға болады. Ауырлығы орташа қылмыстарға мынадай қылмыстар жатады. Жасалғаны үшін қылмыстық кодексте көзделген ең ауыр жаза 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көрсетілген қасақана әрекет. Яғни оған 128-ші бап адам саудасы қылмысын жатқызуға болады. Жасалғаны үшін қылмыстық кодексте көзделген ең ауыр жаза 5 жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айыру түрінде жаза көзделген абайсызда жасалған әрекет
345 баптың 4 бөлігі мысалға көлік құралдарын басқаратын адамдардың жол жүрісі немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзу қылмысын алуға болады. Ауыр қылмыстарға жасалғаны үшін қылмыстық кодексте көзделген ең ауыр жаза 12 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза қарастырылған қасақана әрекеттер жатады. Яғни бұған қылмыстық кодекстің 125 бабының 2 бөлігі адамды ұрлауға мысал ретінде қарастыруға болады. Аса ауыр қылмыстарға жасалғаны үшін қылмыстық кодексте 12 жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза немесе өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасы көзделген қасақана әрекеттер жатады. Яғни қылмыстық кодекстің 168 бабы геноцид қылмысын алуға болады. Қылмыстарды мұндай санаттарға бөлудің теориялық және тәжірибелік маңыздылығы жоғары. Өйткені ол қылмыс жасаған адамның қылмыстық жауаптылығын анықтау, оның қылмысын саралау және қылмысы үшін жаза тағайындау немесе жазадан не жауаптылықтан босату туралы мәселелерді шешуді қамтамасыз етеді. Қылмыстық қолсұғушылықтан қылмыстық анықтау үшін біз үшінші сұрақ қылмыстық құқық бұзушылықтардың элементтері деген сұраққа жауап береміз. Яғни қылмыс құрамы қылмыстық құқық бұзушылықтардың адам әрекетіндегі қылмыстық заңмен көзделген барлық қылмыстық құқық бұзушылықтардың белгілерін болуын айтады. Қылмыстық құқық бұзушылықтың құрамы бұл қылмыстық заңмен қарастырылған қылмыстың объективтік және субъективтік белгілерінің жиынтығы болып табылады. Сонымен қатар, қылмыстық құқық бұзушылық құрамы қылмыстың заңдық моделі де болып саналады. Қылмыстық құқық бұзушылық құрамы белгілі бір қоғамға қауіпті әрекетті қылмыс ретінде сипаттайтын әрекеттің объективтік және субъективтік белгілерінің міндетті жиынтығы болып табылады. Біздің осы жоғарыда айтылған анықтамалардың негізгі нақтысына тоқталатын болсақ, қылмыс құрамының мазмұны мен мағынасын толықтай қамти аламыз. Қылмыс құрамының ұғымын теорияда қылмыс құрамының элементтері деп аталатын 4 тобы құрайды. Олар қылмыстық құқық бұзушылық құрамының объектісі, объективтік жағы, субъектісі және субъективтік жағы. Келесі енді осы 4 тобына жеке тоқталатын болсақ, қылмыстың объектісі бұл қылмыстық қолсұғушылық нәтижесінде қауіп келтірілетін немесе қауіп келтірілуі мүмкін қылмыстық заңмен қорғалатын қоғамдық қатынастар, мүдделер немесе игіліктер болып табылады. Қылмыстың объективтік жағы. Қылмыстың объективтік жағы дегеніміз бұл осы қылмыстың объектісіне қауіп төндіретін немесе қауіп төндіруі мүмкін қоғамға қауіпті іс әрекет немесе әрекетсіздік болып табылады. Келесі бізде қылмыстың субъектісі. Қылмыс жасаған және жасаған қылмысына жауап беруге қабілетті жеке тұлға танылады. Субъектінің жауап беру қабілеттілігі, яғни оның ақыл есінің дұрыстығы, сонымен қатар қылмыстық заңмен белгіленген қылмыстық жауаптылық жасына толуы айтылады. Қылмыстың субъективтік жағы. Қылмыстық құқық бұзушылық субъектісінің өзінің жасаған қылмыстық әрекетіне психикалық қатынасы. Оған қасақаналық немесе абайсыздық түріндегі кінәсі. Сондай-ақ қылмыстың ниеті мен мақсаты да жатады. Қылмыстық құқық бұзушылық құрамы осы жоғарыда аталған қылмыстық құқық бұзушылық құрамы элементтерінің міндетті жиынтығы ретінде саналады. Себебі осы элементтердің кемінде біреуі болмауы қылмыстық құқық бұзушылық құрамын құрамайды. Яғни қылмыстық құқық бұзушылық құрамының жоқ екендігін көрсетеді. Сонымен қылмыс құрамының элементтеріне мысал келтіретін болсақ, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 бабы адам өлтіру. Яғни бұл жерде қылмыстың объектісі адамның өмірі. Ал қылмыстың объективтік жағы адамның өмірін заңға қарсы қазаға келтіру. Ал субъектісі қылмыс жасаған тұлға, яғни 14 жасқа толған есі дұрыс жеке тұлға. Қылмыстың субъективтік жағы
қасақана түрде жасалады. Осымен дәріс аяқталды.